Ассалаумағалейкум, Заңлайф арнасының тұрақты көрермендері, сіздермен бірге жариялайық бағдарламасы. Естеріңізде болса, біз осыдан бірнеше апта бұрын бағдарламамыздан көмек сұраған Ахметжанова Мадинаның өтініші бойынша Іле ауданында көшпелі сот отырысына қатыстық. Алдымен мәселенің бас аяғын қысқа нұсқа түсіндіре кетейін. Алматы облысы Іле ауданы Қараой ауылдық округі әкімінің нөмірі 279 өкіміне сәйкес Мадина Ахметжанова өзіндік қосалқы шаруашылығын жүргізу үшін Іле ауданы Қараой ауылдық округінің Нұрғиса Тілендиев ауылынан көлемі 8 сотық жер телімін қысқа мерзімді 3 жылға жалға алып пайдалану құқығы берілген. Кейін бұл жерге үй тұрғызып 2022 жылы 23 желтоқсанда меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға қабылдау актісі шығарылып, салынған тұрғын үй заңдастырылған. Кейін жер теліміне жекеменшік құқығын беру туралы өтінішпен әкімдікке барған, ал әкімдік тарапы Ахметжанова Мадинаның өтінішін қанағаттандырудан бас тартқан. Сонымен бұл іс